Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын модуліміз оқытушы атынан білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен есепке алу модуліне арналады. Нақтырақ айтқанда, ағымдық үлгерім журналы модулі бойынша. Оқытушы атынан жүйеге кіреміз. Мәтірлерден оқу үдерісі ағымды үлгерімнің журналы бөлімін таңдаймыз. Келесі тізімнен өзімізге қажетті ағынымызды таңдаймыз. Яғни бұл бөлімде біздің өзімізге қажетті оқу жылы мен академиялық кезеңге сәйкес барлық пәндеріміздің ағындарымыздың тізімін көруімізге болады. Біз өзімізге қажетті академиялық кезеңімізді таңдадық. Келесі білім алушылардың сабаққа қатысуын есепке алу үшін келушілікті тексеру батырмасын таңдаймыз. Бұл бөлімде келесі ақпараттар қарастырылған. Ол оқу жылы, академиялық кезең, академиялық ағым, топтың атауы, бұл жерде қандай топтар отырғанын көруімізге болады. Келесі QR-кодты генерациялау аптасы және де QR-кодты генерациялау күні. Келесі оқытушы QR-кодты генерациялау үшін QR-кодты генерациялау батырмасын таңдайды және де сұранымға «иә» деп жауап береді. Және де біздің QR-кодымыз сәтті генерацияланған туралы хабарламаны көруімізге болады. Бұл жерде біздің QR-кодымыз генерацияланды және де қандай жиілікте QR-код жаңаратынын көруімізге болады. Және де көрініс батырмасын таңдасақ, біздің QR-кодымыз толық экранға көрінетін болады. Келесі білім алушылар өздерінің сабаққа қатысуын осы QR-кодты сканерлеу арқылы белгілей алады. Немесе білім алушылардың сабаққа қатысқанын қандай да бір себеппен білім алушы белгілемеген жағдайда оқытушы белгілей алады. Ол үшін оқытушы білім алушының тұсындағы ұяшықтарды таңдап және де сақтау батырмасын таңдайды. Егер де оқытушы білім алушылардың барлығын белгілеп және де сақтау батырмасын таңдаса, онда біздің жасаған баптауларымызға сәйкес жүйе барлық білім алушыларға белгі қоюға мүмкіндік бермейді. Себебі оқытушы тек қана бұл ағындағы білім алушылардың 50%-на ғана өздігінен белгіні қоя алады. Сол себепті оқытушы тек қана кейбір білім алушыларға ғана белгіні қойып сақтайды. Келесі көріп тұрғанымыздай, егер де білім алушылар өзінің сабаққа қатысқандығын ұялы байланысы арқылы сканерлеу жасағанда, білім алушылардың жасаған белгісі ол жасыл түсті белгімен белгіленеді, ал оқытушының қойған белгісі сары түспен. Және де бұл жерде қай күн, қандай уақытта қойылғаны туралы белгіні көре аламыз. Ал егер де қандай да бір білім алушылар сабаққа қатыспаған жағдайда немесе қандай да бір себеппен сабаққа қатысқандығын не білім алушы белгілемеген, немесе оқытушы белгілемеген кезде бұл күн үшін ол білім алушылардың сабаққа қатыспағандығы туралы белгі тек қана келесі аптада ғана қойыла алады. Яғни, егер пән аптада бір рет қана жүргізілетін болса, онда тек келесі аптада осы күн бойынша қатыспаған білім алушыларға қатыспағандығы туралы ақпарат 11-ші аптаға қойылатын болады. Келесі жиынтық деректер бөліміне өтетін болсақ, бұл бөлімде қатысушылық күні бөлімінде осы күн бойынша қанша білім алушы сабаққа қатысқандығын және де қанша білім алушы қатыспағандығы туралы ақпаратты көруімізге болады. Келесі, егер де біз қандай да бір аптаны алатын болсақ, және де QR-кодты генерациялау күні бөліміне таңдалмаған мәнін қоятын болсақ, онда осы апта бойынша бізде аптасында қанша сабақ болғанын көруімізге болады, және де білім алушылардың сабаққа қатысқандығы туралы ақпаратты көруімізге болады. Яғни, қандай студент толық барлық күндерде сабаққа қатысты, ал қандай да бір білім алушылар қанша пайыз сабаққа қатысқандығын көруімізге болады. Яғни, бұл жердегі қатысу пайызына байланысты білім алушылардың журналына автоматты түрде сабаққа келмегені туралы ақпарат қойылатын болады. Яғни, бұл білім алушылардың сабаққа қатыспағандығы туралы ақпаратты көруімізге болады. Келесі журналдан 9-шы аптаны қарайтын болсақ, біз 9-шы аптада сабаққа қатысқан білім алушыларға баға қоятын ұяшықтың белсенді екенін көруімізге болады, ал сабаққа қатыспаған білім алушыларға автоматты түрде сабаққа келмегені туралы ақпараттың қойылғанын көруімізге болады. Осылайша оқытушылар білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен тексере алады. Осымен оқытушы атынан білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен есепке алу модуліне арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.